Ассаляму алейкум, достар. Менің адым Муслим Умеров. Буйся крайме вокс яйны. Мында бізлер сізлерге театр костеруны тақдим етмейік. Керчекнен пайлашамыз. Яда да doğru бұны yapmaға тырышамыз. Түшінеміз ки бізім тілімізде бізге айет хаберлерімізні музакере етіп оламыз. Тілні аз білсекті. Ләкин зор келсе YouTube'та мында шада украин тілінде субтитрларға басыңыз. Чықар тәржіме. Ве бізлер башлаймыз. Қырымда фалиетші Зубире Зитулаева Кубединованен сағылқлаштылар. О 87 яшындайды. Оннен танышылған адамлары айталар, Зубире ханум Қырымдаки дава отырышларыны 2016 сенеден башлап қачырмайды. Дестек көстермеге келеді. Базылары үшін инанылмаз бір хабер олар, ама Зубире ханум махкеме биналары ве тінтувлерге келгенде оның сой ақрабалары мабуслер арасында жоқ еді. Бұ яшта олған адамлар фырқа, дин йөнелішлерге ве сүргінлікте яшаған қой қасабаларға фарқыны бермейлер. Олар бізімкілерге чықалар. Мұйым шей. Ләкин айтмақ керек ки бұ сәне оның торынға да келділер. Журналист Азиз Азизов шымды апсанеде бұлына. Оны руслар ғалиба чоққа отыртмақ істейлер. Япқан ишлеріңіз үшін сау олын Зубире ханум, рухыңызға әл-фатиха. Мені Қырымда анламадылар. Бізім музыка тек тойларда қазана деп айтасыз. Енді яны севеге чықтық. Дев бренд ве шекер кафе үшін язылады ерлар. Кечкен эфирде мен яны музыкаль эсерлері ақында айтқан едім. Ләкин истедім клипсіз олған ерларыны да сізге тақдим етмеге. Олардан екі танесі бұл Сиран елді 62 ве Джемдинкі Урба түкені ве Қаве Хане адларыны ташилар. Фікірме product placement келді, яны реклама ве бұл маңа көре нормаль бір шейдір дедім ки тек тойларда дегілді, артистлерге башқа ерлерде де пара қазанмақ әнді мүмкін. Супер! Демек шоу-бизнесінің базары арта, ама бұны степ оларақ сайдылар. Менден ве тақымымыздан айтам, бұл степ дегіледі. Әмді музыкаль клиплер конкурсына да текселемлар ве машалла деп айтам. Керек шей. Ләкин әлбетте башқа мевзу, яни этноним мевзусындан эбет күлдім. Татарлар этнонимнің локомотиві Надир Бекиров татарлықны севген адамларыны топлап, оларға татар этнонимнің музбедделлеріні кетірейді. Ажайып. Ич бір қырымлы этнонимнің тарафдары жоқ еді анда бұны журналист Сибиля Картакаева да қайдетті. Надир Бей бұ яйынны да сейреткен екен. Сон есе Фейсбуктаки группалардың бірісіне видеоның парчасыны йоллады ве язды ки бұ видео Украина Девлет каналы япа. Яда Надираға таро картларынен оғраша ве бізім келечегімізні көрді, яда русларға ошап анламай пуйдура. Борзеет татарин. Надираға, бізлері бет Украина қанунларына көре чалышып, ама Девлет дегіл ачық ичтимаи каналыны құрмақ істейміз. Бойле. Не понимаю я. Бізім кечкен эфиріміздің да бір қараманы Мустафа Аметов да эфирден сон күчік пост язды. Қырым татар дейлер. Айса Қырым дегіл, Қырым Татария яда Қырым Татаристан десінлер. Керчектен мантықлы. Мана есе башқа шей мерақлы олды. Насыл етіп ялыбой ве татлар, татар этнонимны қорчалайлар. Достлар, сізін қарт деделеріңіз татарлардан Қырымға да евел келгенлер. Яда сізлер бізім тарихымызны тек Қырым ханлықтан көресіз. Демек шымды кені Украинаға Голландия музейлерден келген искит алтыны бізге айет дегіл. Ве бұл бізім тарихымыз дегілдір. Мантықсыз. Думать меньше надо, соображать больше. Сасық қарт. Қазақның сандықтан тоз içinden Заур Смирновның сесі берілді. Понятие «ждун» необходимо закрепить на законодательном уровне. Это позволит более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением. Помимо административного и уголовного преследования злостных ждунов, нужно лишать
российского гражданства, а возможно и выдворять из страны. Деді РИА Новости үшін Меджлис азасы. Бағышлаңыз сабық Меджлис азасы. Еді Меджлис азасы кімнің ішлері шымдылық тоқтатылған. Белкі Алла біле, ама бұ да ола. Сабиза ұраға, озы түрмеге отырмаға қорқа. Чүнки о терлеп рус паспортны қазанған бешімді бұ паспорт үшін о қадар күреше ки, атта башқалардан алып, қырмызы келімде тізлерге егіліп, ось сайбына ждунларының паспортны кетіре біле. Достлар, маңа көре құрылтай азалары да яны қанун чықартмалылар. Сатқын созы еріне официально манкурт созны көрсетмелілер. Государство должно четко определиться и законодательно закрепить, что будет с разными категориями ее собственных граждан, которые в условиях оккупации совершали определенные действия. Нариман Джилял Украина сатқынларынен /манкуртларынен не yapmaға керегіні айтты. Бұл ве башқа суалерге Джилялның жевабыны каналымызда сейрете білесіз. Енді Нариман Бей бір бұчуқ айға яқын азатлықта болуна ве ұғық қоройжы ішлерінен оғраша. Оғырлар олсын. Бізлер сербестлікте азатлықта болынған ватандашларымызны пек беклейміз. Мені сізлерінен салықлашам. Көрішкенже.